Бәріне сәлем. Бүгін біз төбе етістігі туралы өтетін боламыз. Жалпы төбе етістігін толықтай түсініп, қайта оралмастай қылып айту үшін мен арнайы маркермен тақтаны қолданайын деп жатырмын. Жалпы төбе етістігін бәріміз білеміз. Мектеп кезінде де үйрендік, университет кезінде де үйрендік. Айналамыздың бәрінде соны айтады, ағылшын десе. Бірақ оның бір толыққанды не екенін, қайда қолданатынын әлі ешкім білмейді, жөнелеп қолдана алмайды. Сол үшін мен қазір нүкте қоямын. Жалпы төбе етістігі be деген, болу деген мағынаны білдіреді. Бірінші айтайын, бәріміз білеміз, ол am, is, are, бізде төбе етістігі екенін білеміз. Және мен қазір қайсысын қайда қолданамын десем, уже аға am қолданады деп біліп отыруың да мүмкін. Бірақ мен оның бүгінгі точкасы қояйын деп жатқаным, оны қайда қолданамыз, не үшін қолданамыз, жалпы бізге не үшін керек екенін нақтылап айтқым келіп тұр. Так, енді кеттік. Біз am төбе етістігін өзімізді сипаттаған кезде қолданамыз. Өзіміз айтқан кезде, яғни I am. Ал is төбе етістігін біз she, яғни бір қыз туралы айтқан кезде, he, бір бала туралы айтқан кезде, немесе it, бір жануар, немесе зат айтқан кезде қолданамыз. Бүйтіп қояйын, is. Ал көп адамдар туралы айтқан кезде, мысалы біз екеуміз, we деп айтсақ, немесе олар деп айтамыз, немесе you, сен деп айтатын болса, немесе сіз, сендер, сіздер болатын болса, біз уже are-ды қолданамыз. Так, бұны негізі білесің. Осыны қолданатын. Ал бірақ бұны не үшін қолданамыз, қайда қолданатынды қазір айтып өтейін. Ең бірінші бізде қолдану жолы ол сипаттау мағынасында. Яғни бір адамды, жануарды, бөлмені, кез келген затты біз сипаттаймыз. Яғни ол қалай? Оның кім екенін айтқан кезде, немесе оның қандай жұмыс жасайтын мамандық айтқан кезде, оның жасын айтқан кезде, немесе қайда, бір адам қайда, бір зат қайда тұр, жануар қайда екен, немесе ол қанша теңге, номері қандай оның, телефон номерін қандай екен айтқан кезде, немесе оның жалпы внешний виді, көрінісі қандай, шашы қандай, тырнақтары қандай, кожасы қандай, бойы қандай екен айтқан кезде қолданамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мен қай кезде қолдануын айтқан барлығын түсіндіріп болғандықтан уже ойланып қалдым да, так, төбе етістігі оказывается өте көп жерде қолданады екен деген сияқты. Ол дұрыс, төбе етістігін біліп алып, біз ағылшын тілінде 50% жерде негізі төбе етістігімен қолданамыз. Оны көбісі білмейді да, сосын бұны қолдана алмайды. Қазір сразу практикаға кетейік. Екінші етістік мағынасында. Давайте мен қазір мысалдармен көрсетейін, сонда түсінікті болады. Мысалы айттым, бірінші сипаттау мағынасында. Мысалы мен кім екенімді сипаттаймын, немесе сен өзіңнің кім екенін айтқан кезде біз төбе етістігін қолданамыз. Мысалы мен қызбын деп айтам, мен өзімнің қыз екенімді сипаттағым келіп тұр. Мен кіммін? For example, I am дедім. Мен өзімді сипаттап жатырмын. I am, for example, I am a girl. A girl бізде қыз. Мен өзімнің қыз екенімді сипаттадым. Бірінші сипаттау несі қолданылды, екіншісі етістік дедім. Бұлай жалпы барлық тілде, қазақ тілі болсын, орыс тілі болсын, ағылшын тілі болсын, бізге сөйлем етістіксіз құралмайды. Обязательно оның ішінде етістік болу керек. Либо бару, көру, ұйықтау деген етістік болады да, немесе біздегі мына тұрған am, is, are етістігі керек. Сонда есте сақтай аламыз, мен өзім туралы айтқан кезде де маған етістік керек. Ал ол етістіктер am, is, are. Так, мына жерде сонда етістік форматын түсіндік, I am a girl. Мен өзімнің қыз екенімді айтсам да, кіммін мен? Қызбын, бірақ мен қолданамын am, төбе етістігін. Так, келесі көрейік, мамандық. Мысалы, сен студент болуың мүмкін. Давайте мен сен алайын, сен студентсің. Сен, допустим, былай айтам, сен деген you. Сен студентсің. You are, for example, you are a student. Мен сенің студент екеніңді сипаттап жатырмын. Қандай мамандықта жұмыс жасайтынымды, немесе оқитынымды. Екінші мағынасы етістікті қолданып тұрмын. Сен студентсің, ты е студентка деп, или студент деп айтылады. Так, келесі жасын айтайық. Допустим, менің бір ағам бар, оның жасы 25-те дейтін болсам. Так, ол бала. Мен оны қолданамын, he-ді қолданамын. Ал қандай етістік қолданамын? Is етістігін қолданамын. He is, for example, 25. Ол 25-те. Мен оның жасын сипаттап жатырмын. Екінші мағынасы менің сөйлемімде не бар? Етістік бар. Так, келесі қайда екенін қолданамын. Мен ойлап жатырмын қазір, мысалы, Дана деген қыз аламыз. Дана ол үйінде. Мен Дананың қайда екенін сипаттау үшін Дана үйде деп айтам. Қызы ол she, She is, for example, she is, at home.
үйде. Қайда ол? Бірақ маған не керек? Сипаттап жатырмын қайда екенін. Бірақ маған етістік ретінде не керек? Is. Мына жерге is қоя саламын. She is at home. Ол үйде. Ол қайда? Сипатталды. Осылай барлығына кете береді. Давайте тағы да қандай екенін сипаттау үшін қояйын. Давайте мына итқа қолданамын. Мына маркерді сипаттай салайын, иә? Мына маркердің түсі қандай, түрі қандай екен? Мынау қара маркер. Маркер бізде жаны жоқ, значит біз қолданамыз итті. It is. Яғни мен итқа is қолданатынымды білеміз. It is еще қандай маркер екенін сипаттай салайын, иә? A black marker. Мен бұның қара маркер екенін сипаттадым. Қандай маркер? Екінші, мен не қолдандым? Етістік қолдандым. Сонда менің байқап тұрсаң, барлық сөзде етістік бар, және барлығын сипаттап жатырмын. Мен кіммін, қайдамын, жасым нешеде, бұл қандай, түрі қандай, түсі қандай, немесе ол кім? Я, осының барлығын қолданған кезде біз to be етістігін қолданамыз. Сонда біз ағылшын тілінде сөйлеген кезде 50% біздің барлық өмірімізде to be етістігі қолданылады. Бұл бізде to be етістігінің болымды түрі. Ал біз to be етістігінің болымсыз түрде қалай қолданамыз? Бұл өте оңай. Біз жаңа айттым, am is are to be етістігінің қасына просто not деген сөз қосамыз. Сонымен бізде қазақшадағы емес деген сөз шығады. Мен актер емеспін, мен 25-те емеспін, ол актриса емес, немесе ол үйде емес деген сияқты шыға береді. Бинго, я? Просто так to be етістігінен қасына not қоса саламыз. Мысалы, тағы да бір қайталап өтейік, я? Практика болсын. Бірінші сипаттау мағынасында, екінші етістік түрінде. Мысалы, мен айтамын, мен өзімді, мен студент емеспін, мен мұғаліммін. Мен айтамын, мен студент емеспін. Давайте көрейік. I am. Оның қасына не қойсам дедім? Notты қосам. I'm not. И мұғалім бізде teacher. Мен мұғаліммін, бірақ студент емеспін. I'm not a student. Мен студент емеспін. Мына екеуі қосылып бізде емеспін деген мағынаны білдіреді. Егер де мына I am not кішкене ұзақ болатын болса, бізде қысқартылған форматы бар. I'm not. I am not десек те болады, I'm not десек те болады. Так, енді келесісі мамандығын айттық, кім екенін айттық, и жасын айтып көрейік. Жаңа біз бағана бір қызды Дана деп алдық. Дана, например, ол 20-да емес деп алып көрейік. Оның жасы 20-да емес. Ол 25-те, я? Бізге емес деген сөз керек. Is қолдандық. Бұның қасына notты қоса саламыз. She is not 20. Ол 20-да емес. Is not деп қолдап кішкене ұзақ болатын болса, she is not, яғни she isn't. She isn't 20. She is 25 деп қолдануға болады. Ал келесі are-ды қолданып көрейік. Давайте екеумізді алайық. Мен және сен, я? We are. For example, we are. Біз қандаймыз? Біз ақылдымыз. Smart. Ақылды деген smart. We are smart. Бұл бізде болымды түрі. Ал енді осыны болымсыз түрге аударып көрейік. Біз ақымақ емеспіз, біз ақылдымыз, я? Емеспіз деу үшін біз не керек? Are-ға not қосамыз. We, екеуміз, aren't, are not stupid. Are not бұл жерде болымсыз болып тұр. We aren't stupid. Aren't дегенді қысқартылған форматын қолдансақ болады. We aren't stupid, we are smart. Тура осы to be-ді қай жерде, қай кезде қолданамыз, бірақ бұған not қосатын болсақ, просто емес болымсыз түрі шығады. Мына жерде негізі көбісінде болуы мүмкін. Біреуі we aren't деп айтады, біреуі немесе we are not деп естуі мүмкін. Екі вариантта дұрыс. Негізі we are not деген бізде британдық версиясы, ал we are not дейтін болса америкалық версиясы. Екі версияны қолдану это абсолютно нормально. Дәл қазір біз to be етістігінде қалай сұрақ қоюды үйренеміз. Жалпы сұрақ қою біздің өмірімізде өте маңызды. Кез келген жерге барсақ та, біз бір адаммен әңгіме бастау үшін, я, бір өзіміздің керегімізді сұрауымыз үшін біз сұрақ қоямыз. Excuse me, мынау қандай? Мына жерге қалай барам деген сияқты. Сол үшін to be етістігінде де сұрақты прям 100% жаттап, былай түсініп алу өте маңызды. И бұл жерде лайфхак бізде to be етістігін үнемі кім туралы айтып жатырмыз біз? Соның алдына жібереміз. Мысалы, біз өзіміз туралы сұрайтын болса, мен туралы, өзім туралы, мен айтам, am I? Мен ба? Немесе мен бір қыз немесе ұл бала зат туралы сұрасам, is қоям, я? Is she, is he, is it деп. Немесе сен туралы сұрасам, біз екеуміз туралы сұрасам, олар туралы сұратын болсам, are болады. Ал енді практикаға көшейік. Мысалы, мен өзімнен сұраймын, кейде отырамын да. Мен студент едім деп сұрақ қоямыз, я? Мысалы, өзімізден. Или мен үйдемін ба? Немесе мен мектептен ба деп өзімізден кейде сұрақ қоямыз ғой, сол кезде қоямыз. Am I? Мысалы мен өзімнен сұрайын, я? Am I a student?
мен студентпін ба? И бұл жерде не болады? Екі жауап болады. Yes немесе no. Я немесе жоқ. Я болатын болса, біз білеміз болымды түрін қалай жасауды. Yes, I am. А болымсыз түрінде жасауды білеміз ғой. To be-ға not қоса саламыз. No, I'm not. Вот осылай бізде я, жоқ. Сонда бізде to be етістігіндегі сұрақ қою арқылы болымды түрінде, болымсыз түрінде бәрін үшеуінде комбо бөлшекте қолдануға болады. Келесі, мысалға, қарайық. Былай қояйын, бағана біз Дананы алдық. Дана Алматыдан ба деп сұрақ қоямын. Ол Алматыдан ба? Is, потом біз не қоямыз? Дана ол қыз, я? Is she? Is she from Алматы? Is she from Алматы? И жауап бізде екеу болады. Я мен білмеймін ғой әлі. Жауап yes. Қалай айтатын едік біз? Я ол Алматыдан дейтін болса, she is дейтін едік. Yes, she is. Ал ол Алматыдан емес дейтін болса, біз не қосатын едік? Просто to be-ға not қосатын едік. No, she isn't. Бұл жерде де біз өткен болымсыз түрінде, болымды түрінде қолдануға болады. Ал давайте мынаны көрейік. Екі ұл кетіп бара жатыр, я? Екі ұл кетіп бара жатыр. Олар ағалы-інілі ма? Олар бауырлар ма деп сұрайтын болсақ, біз қолданамыз, олар ол бізде they. Are they brothers? Олар бір-біріне ағалы-інілі ма, бауырлар ма деп сұраймыз. Бұл жерде де екі жауап болады. Yes, мүмкін. Yes, и потом біз кімдер туралы айтып жатырмыз? Олар. Yes, they are. Я, олар бауырлар. Немесе, жоқ, олар бауырлар емес, олар достар ғой. No, they aren't. That's all. Осылай біз сұрақтың барлығын am, is, are-ның алдына шығарамыз. To be етістігін, и сұрағымызды жалғап кете береміз. Жауап беруде де я дейтін болсақ, болымды түрін қолданамыз. Жоқ дейтін болсақ, болымсыз түрін қолданамыз. That's all. Бүкілінің қалай айтсам болады? To be деп шашап кететін несі негізі to be оп-оңай. Бұл просто қалай дұрыс қолдану керек. И қай жерде қолданылатынымыздың барлығын бірінші қазір үйреніп алайық. Одан кейін аямай практикада қолдану керек. Кім сипаттаған келе ма? To be-ді қой жүр. Жасын айтқың келе ма? To be-ді қой. Ол қайда екен айтқың келе ма? To be-ді қой жүр. Главное бұл жерде бізде нені білу керек? Дұрыс қайсы to be-ді қай жерде қолданатынын дұрыс білсек, болды. Өмірінде бүкіл жерде to be-ді қолдануға болады. Түсінікті болды деген ойдамын. Барлығын прям жалпақ тілде дұрыс түсіндіргім келді, жеткізгім келді. Одан кейін негізі to be-ге қайта оралмастай түсініп алдым деген ойдамын. Goodbye.